Асанәлі Әшімовтың ұрпағы қарғысқа ұшыраған. Желіде танымал блогердің сөзі жұрттың ашуын туғызды. Әлеуметтік желіде блогер Ұлдана Жиенқұл қазақ киносының аңызы жақында өмірден өткен Асанәлі Әшімов туралы даулы мәлімдеме жасап, көпшіліктің наразылығына тап болды. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Блогердің айтуынша, Қыз жібек фильмінде Бекежанның рөлін сомдаған актердің баласыз қалуы халықтың қарғысымен байланысты. Ол Асанәлі Әшімовтың өз сөзін мысалға келтіріп, қазақта тұқымыңмен бірге құрып кет деген қарғыс бар деп, актердің өмірін осы түсінікпен байланыстырған. Алайда бұл пікір желі қолданушыларының ашуын туғызды. Көпшілік блогердің сөзін орынсыз әрі әдепсіз деп бағалады. Пікір қалдырғандар көргенсіздік. Мұндай сөзге заңмен шара қолдану керек. Қасиетті адамның өмірін талдайтындай бұл қыз кім? Ол кино рөлі ғана, шын өмірмен шатастырмау керек. Асанәлі Әшімовтың Олжас есімді ұлы бар, Сағидың де ұрпағы бар, демек тұқымы үзілген жоқ, деп жазды. Желі қолданушылары блогердің аңыз тұлғаға қатысты мұндай ауыр сөз айтуын орынсыз деп санап, қоғам алдында жауапкершілік болуы керегін атап өтті. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ұлдана қарындасымыздың сөзімен келісесіздер ме? Өздеріңіздің де пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мүмкін айтып жатқан сөздерінде жан бар шығар. Өздеріңіздің де пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Жақында өздеріңіз білесіздер, өкінішке орай кино әлемі үшін, қазақ шоу-бизнесі үшін өте қайғылы оқиға болды. Өмірден Асанәлі Әшімов атамыз өтті. Атамыздың иманы саламат болсын. Жақындарына, туғандарына қайғыра көңіл айтамын. Біздің қазақ киносы әлемі үшін ерекше өзінің ізін қалдырған, көптеген тарихи киноларда ойнаған Асанәлі атамыз өте керемет жан еді. Көзін көргендер, танығандар атамыз жайында тек қана жақсы сөздерін аямай жазуда. skifnews.kz сайтына осы жаңалық шыққан екен. Біздің астыңғы сызықша Ақтөбе деген инстаграм парақшасында сіздерге видеосын қояйын, дауысын тыңдаңыздар сіздерде. Төлеген фильмінде Бекежанның рөлін ойнаған Асанәлі Әшімов ағамыз айтады ғой, сен тұқымыңмен бірге құрып кет деген кезде, қазір менің ешқандай да тұқымым қалған жоқ. Қателеспесем, 2-3 әйелінен қазір жас әйелі бар ғой, сол кісіден жалғыз қалған Асанәлі атты ұлы бар, егер қателеспесем, бірақ сол бүкіл бала шағасы сол халықтың қарғысының арқасында құрып кеткен ғой. Менің бар кінәм өзімнің рөлімді өте жоғары деңгейде алып шыққаным ба деп бір сұхбатынан оқып қалған, көріп қалғаным бар. Асанәлі атамыз мүмкін айтса айтқан шығар осындай нәрсені, бірақ та менің ойымша атамызды қарғаған халықтан қарағанда жақсы көретін халық әлдеқайда көп. Бір рөлін өзі жақсы алып шыққан. Тек қана бір рөлін емес, барлық киноларда өзінің рөлін жақсы алып шыққан ғой. Бірақ сол көпшіліктің есінде қалған Қыз жібек пен Төлеген фильмінде Бекежанның рөлін ойнаған, білесіздер. Өзінің рөлін өте керемет ойнаған. Міне атамыз осылай айтқан дегендей жатыр. Дегенмен бұның бәрі бір жай ғана сәйкестік шығар. Атамыз ұлдарынан айырылды. Бауырларымыздың да, ағаларымыздың да имандары саламат болсын, жатқан жерлері жайлы болсын, жаннатта жолықсын деп шын жүректен тілеймін. Ал мұндағы пікірлерді оқи кетейін сіздерге. Мынаған ол кісі туралы сандырақтап оттауға кім рұқсат беріп отыр? Сөзі кім, өзі кім дейді. Ірген ауыздан шіріген сөз шығады деген нақұрыс неме Асанәлінің тырнағына садақа кеттіпті. Тұқымы құрып кеткені несі? Ұлы бар, қызы бар, 2 ұлынан немерелері бар. Не сөз мұна қыздікі? Анна тыңдап отырғандардан да біреу қателестің демей ма мұған дейді. Негізінде ұрпағы жоқ емес, бар. Енді өзі де айтты ғой жаңа әпкемізден Асанәлі есімді ұлы бар деп.
Не деген сұмпайы әйел, не бітіріп отыр, дана болып соңдап отыр, бәтшағар дейді. Осыған сөз берген кім екен, болмаған қыз дейді. Түрме болайын, кірпі шешем, не оттап отыр дейді. Мына қыз қалаулымда отырып шулатып еді, төбелесетін еді. Енді Асанәлі атамыз туралы айтатын кімсің? Осының бәрін не үшін айтып отырсың? Өзің сұхбат алғандай. Асанәлі атамыз талай сұхбат берген. Балалары ауырды және аурулары асқынып кеткен. Содан қайтыс болды. Ауру ешкімге айтып келмейді. Балалары жаста болса киноларға түсіп, халық біледі. Саңқылдамай не үшін сұхбат беріп отырсың? Негізі, байқап отырсам, пікірлердің көпшілігі негатив екен, сол үшін оқымай-ақ қояйыншы, енді өзім былай теріс пікірлерді оқи берген жақсы көрмеймін. Дегенмен бір нәрсе айтайын, ажал, өлім деген нәрсе ол айтып келмейді, білесіздер. Әр нәрсе өзінің уақытымен болады, сәтімен болады. Я біз қайғырғанбыз, мүмкін аман алып қалар ма едік деген сияқты нәрселер болады. Бірақ дегенмен өлімнің келетіні ол хақ нәрсе, болатын нәрсе, ол да өмірдің бір заңдылығы. Бірақ та анау үшін болды, мынау үшін болды деп кесіп айту меніңше тым ертелеу болады. Және олай айтудың да меніңше дұрыс емес сияқты. Қарғысы тиді деген сияқты әңгімелерді айтып отырмын да. Атамыздың керемет ұлдары болған Мәди, Сағи есімді. Иә, жаңа бір пікірлерде айтып отыр ғой, киноға да түсіп көрген деп. Шоқан Уәлихановтың рөлін ойнаған, қателеспесем, өзінің ізін басып келе жатқан ұлдары бар еді. Дегенмен өмір тым қысқа дейді ғой. Ол ұлдары уақыттары келіп өмірден өтті. Атамызды мен өмірімде бір рет қана көрген екенмін, Асанәлі атамызды. Сол кездің өзінде өзі бейнесінен нұр шашып тұрған, халық не үшін жақсы көретінін бір қарап ақ түсінесің ғой, негізі атамыздың түрінде ше. Көңіл күй түсті, бірде-бір видео салмаған едім бұған дейін. Шынын айтсам, атамыз жайында, оның қайтыс болған жайында видео салайын деп ойладым. Дегенмен маған да бұл қаза өте ауыр тиді жеке басыма. Өйткені жақсы көретін актерім еді. Аңыз адам деп айтсам қателеспейтін шығармын, артық айтқандығым емес. Атамыздың жаны жәннатта болсын. Атамыз осы қысқа ғана өмірде өзінің ізін қалдырған, өз өмірден өтсе де есімі ешқашан ұмытылмайтындай еңбектерін қалдырып кетті. Туғандарына, туыстарына, жұбайына, ұлына, немерелеріне шын жүректен қайғыра көңіл айтамын. Артындағы ұрпағы мың жазасын. Құдай қаласа, атамыз сияқты өзінің өз ісінің шебері бола берсін. Қадірлі көрермендер, мына қысқа ғана ғұмырда, қамшының сабындай ғана ғұмырда, тіпті кейде адамдар айтады, құстың тұмсығындай ғана ғұмырда дейді. Бір-бірімізді сыйлап, қадірлеп, жақсы көріп өтейікші. Онсыз да қазір әлемде небір жағдайлар болып жатыр, білесіздер. Сол үшін кішкене ғана өмір ғой, сыйлайық, бір-біріміз жайында жақсы сөздер айтуға ерінбейік, қадірлейік. Қадірім қашқаннан емес, қарным ашқаннан емес, қадірім қашқаннан жылаймын дейді ғой. Сол үшін еш уақытта қадірімізді түсірмейік. Ардақты көрермендер, сіздерде де барлығы жақсы болсын, аман болыңыздар. Алда жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жылдарыңыз өте табысты болсын. Аңсаған армандарыңызға жетіңіздер.